Кайырлы күн кымбатты тыңдарман және көкірек көзін кітаптан ашуды іздеген қадірменді оқырмандар. Алаш ақиқатын айтпасам маған серт, алаш тарихын тыңдауға уақыт таппасаң саған серт. Қысқасы осы, деп жазған алаштанушы Елдос Тоқтарбай мырза Кітапқалар радиосының сұхбатында. Елдос мырза, қош келіпсіз студиямызға. Ең алдымен уақыт тапқаныңызға үлкен алғыс білдіреміз. Білеміз, жаңағы уақытыңыз шектеулі, өзіңіз шетелден келіп жатсыз. Жалпы өзіңіздің жазбаларыңызды соңғы уақытта әлеуметтік желіден оқушыларда әлдеқайда өскен саны. Ол бір жағынан алаштың насихатталуына үлкен бір үлес деп ойлаймын. Өзім соған өте қуандым. Жақын уақытта көрдім де жазбаларыңызды оқып шықтым. Сондай бір жазбаларыңызда бұны енді газетке берген екенсіз. Әлихан Бөкейхан қазақтың бренді дейсіз. Жалпы кез келген алаштықта, әсіресе Ахмет атамызда бренд деп айта аламыз ба? Біріншіден, қош көрдік. Екіншіден, ұлт азаттық қозғалысын ұйымдастырған, ұлттық бұлқыныс тудырған бұл 20 ғасырдың басындағы алаш тұлғаларының қай-қайсысы да феноменалдық тұлғалар. Үлкен қоғамға құбылыс болып келген және пассанар тұлға деп айтуға болады. Әрине, Ахмет атамыз да, Міржақып атамыз да, Әлихан Бөкейхан атамыз да әрқайсысы қазақ қоғамының бренді. Тек қана қазақ қоғамының бренд деп айтуға аздық етеді. Қазақ ұлтының тұтастай айтқанда 20 ғасыр басындағы бүкіл түркі әлемі ойшыл тұлғаларының ішіндегі брендке айналған тұлға. Соның ішінде Ахмет Байтұрсынның орны, рөлі айрықша, өйткені бұл кісі тек қана мемлекет, қоғам қайраткері ғана емес, Қазақстанды құрған, негізін салушы азамат қана емес, тіл білімінің, әдебиеттану ғылымының, мәдениеттану ғылымының теориялық негізін қалаған, оқулықтар жазған, сонымен қатар тұңғыш қазақ газетінің редакторы, шығарушы қызметін атқарған, ақын ретінде, жазушы ретінде, көсемсөзші ретінде және әдеби жанрлардың теориялық классификациясын дамытқан, жанрлық жүйесін көрсеткен, жіктеген және трансформациялық өзгеріске ұшырау мәселесін қарастырған тұңғыш методологиялық деңгейдегі үлкен әмбебап жан-жақты ғалым. Бұл кісінің ақындығын айтып жатып, ғалымдығы басып кеткен деп. Бұл жағына қалай айтасыз? Ғалымдығын басып кетеді деген пікірге мен өз басым келіспеймін. Ғалымдығы ақындығы басып кетеді деген пікірге мен келіспеймін өз басым. Келіспейтін себебім, бұл тұлға 1909-1911 жылға дейін ақын ретінде танылды қазақ қоғамында. Жалпы сан салалы санаткер, қайраткер болғаннан кейін қазақ әдебиетінің барлық жанрына қызмет етті. Сондықтан бұл кісінің ақындығы, аудармашылығы басқа ракурста қарастырылса керекті. Әрине, ғалымдығы ұшан теңіз еңбекті, үлкен. Бірақ ақындығы да өз заманындағы сол ояну, қалыптасу кезеңіндегі алашұранды әдебиетте үлкен орын алатын ақын ретінде саналады. Жаңа аудармаларын айттыңыз ғой, Крыловтан негізі өзі де жазған ғой. Мысалы, даже дерлік Крыловтан аударған немесе 1909 жылы шыққан Маса кітабындағы 40 мысалдағы көп дүниелері аударма еңбектері. Крыловтан аударды, басқа да орыс ақындарынан Пушкиннен аударғаны бар, мәселен Лермонтовтан аударғаны бар ақынның. Өзінің де солардың аудармалары, жаңағы түпнұсқаларына еліктей отырып жазған дүниелері бар. Ақанда біз бір принцип ұстануымыз керек, аударманы төлтума деңгейіне көтеріп жіберген. Яғни түпнұсқасымен салыстырған кезде қазақ тіліне аударғандағы аудармасы түпнұсқамен мүлде сәйкес келмейді. Түпнұсқа 4 шумақтан тұратын болса, аударма 5 шумақтан тұрады. 5-ші шумақ Абай атамыздың ізіменен жазылғанда өзінің пікірін, ойын, соған деген шешімін білдіреді. Яғни ол төлтума еңбек ретінде саналады. Сондықтан ақанның аудармашылығы, әдеби аудармашылығы өте үлкен шеберлікпен, жаңашылықтар және модернистік аударма деп санаймын өз басым. Енді жаңа қазіргі біз енді осы қоғаммен ғасыр бұрын өмір сүрсе де, бренд деп айттыңыз ғой. Сол мұраны
Ахмет атамыздың қазіргі заманға лайықтап жеткізушілері. Мен өзім бірден бірін сізді соңғы уақытта байқап жүрмін да. Тағы да бар ма? Енді жастарға білесіз ғой, бірден көңілдерін, ол қазір конкуренция дейді ғой, өте көп шетелмен әсіресе. Қалай біз жеткізе аламыз бұны қазіргіде, заманауи деңгейде? Басты сұрақ қазіргі біздің ғаламтормен бақталастық болу үшін. Ахмет Байтұрсынұлы бастаған алаш толқын, алаш тұлғаларының еңбектері ешқашан ескірмейді. Сөзі де, мұрасы да өміршең, және алдағы уақытта да жаңа заманға сай жаңара беретін болады. Неге? Өйткені бұл шығармаларда ұлттық рух бар. Ол сіз бен бізде болашақ ұрпақта болмауы мүмкін, бірақ осы тұлғалардың бойындағы ең ерекше қасиеті шығарма ұлттық және қазақша жазылып, қазақша мысалдарменен әспеттеліп, қазақ баласының сай сүйегіне сәйкес сіңіп кететін кәдімгі үлкен бөлінбес бітімге тәрбиелейтін шығарма ретінде жазылған. Сондықтан бұл шығармалар ғаламтор заманы болсын, жаһандану заманы болсын, прогрессивтің алға даму кезінде болсын, жаңа технологиялық жетістіктерге сәйкесте жаңарып жасара береді. Сондықтан бұл шығармаларды жаңа қырдан түрлі ракурстан зерттеп жүрген жастар көп. Біз Ахмет Байтұрсынның еңбектерін тек қана әдебиеттану, тіл білімі саласында зерттеу аздық етеді. Бұл кісілердің еңбектері философия, экология, экономика, психология, педагогика, әлеуметтану, саясаттану сияқты әртүрлі пәнаралық ғылым байланысында зерттеп дамытып көрсетуге болады. Қазір мен Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын түрлі бағытта зерттеп жүрген жастардан ғылым докторы, PhD Қарлығаш Әубәкірованы, Заңғар Кәрімханды, Еркін Ерланұлын, Әлібек Байбол сияқты азаматтарды айта аламын. Бұл азаматтар Ахметтің өмірінен, шығармашылығынан жаңа бағытта зерттеп жүр. Сонымен қатар алыс жақын түркі халықтарында Ахмет Байтұрсынды зерттеп жүрген ғалымдар бар. Мәселен, Түркияда профессор ғылым докторы Нергиз Пирай, Хулия Хасабоғлы, профессор Гүлжанат Құрманғали Ержыласун сияқты зерттеп жүрген ғалымдар бар. Сонымен бірге жас ғалымдар да бар. Оның ішінде түркі тілдес халықтардың ішінде Елшин Ибрагимов деген Әзербайжанда бар, Ресейде Татьяна Тугай деген ғалым бар. Сол сияқты әртүрлі ғылым салаларында зерттеп жатыр. Ахан әлі де жаңа тақырып, игерілмеген тақырып, тың тақырып. Осы жерде кешіріңіз, шетелдік ғалымдардың қызығушылығы неден, әлде олар мамандығына сәйкес сондай бағыт деген? Мамандығына сәйкес бағыт деп айта алмаймын. Өйткені Ахмет Байтұрсынның шығармашылығы, оның қоғамдық саяси өмірдің дамуына, алға жылжуына бағытта жазған концепциясы актуалды, кез келген қоғамға жаңарып жасара береді. Түркия мемлекеті ұлттық мемлекет болғаннан кейін Ахмет Байтұрсынның еңбектерінен өздерінің ұлтшылдық, түркшілдік, мұсылманшылдық сияқты керектерін ахаңның еңбегінен тауып отыр. Сондықтан Ахмет Байтұрсынның ойы, пікірі, концепциясы кез келген мемлекетті құруға пайдалы. Сол тұрғыдан зерттеп отыр ол кісілер. Әсіресе білім жағынан. Білім жағынан, алға жылжу үшін. Жақсы, рахмет. Күнделікті аз ғана уақыт кетіріп, көптеген құнды дүниелерді біліп келемін. Рахмет сізге, Елдос мырза деп бір жас оқырман жазған екен парақшаңызда. Осындай сынды көп пікірлерді кездестірдім. Ол қазіргі кезде енді кітаптың онлайн форматтары ғой, енді сіздің жалпы бұны әлеуметтік желіде насихаттау өте оңды ой деп ойлаймын. Бұған қай уақытта келдіңіз? Өз басым қазір әлеуметтік желілердің барлығын қолданамын. Бүкіл әлеуметтік желіні тұрақты қолданып жүрмін және белсенді қолданып жүрмін. Бұнда қолданудағы мақсатым қазақ жастарының, жас таныстарының, әртүрлі жастағы оқырманның қалған деңгейін, дүниетанымын кеңейту. Біз қазір жаңа заманмен санасуымыз керек. Қоғамда жаһандану дейміз, технологияның дамуы дейміз, осының бәрін ескеруіміз керек. Жазушы да, ғалым да жаңа заманға сай бейімделіп оқырманмен еңбек ету керек. Сондықтан әлеуметтік желі арқылы қысқа нұсқа постерлер арқылы, визуализация арқылы еңбектену бұл қоғам талабы отыр. Мен соған сәйкес еңбектеніп жүрмін. Бұл соңғы 5 жылдан бері үлкен оқырмандар аудиториясын қалыптастыра алдым деп ойлаймын. Бұл менің әлеуметтік желі былай айтқанда қоғамдық трибунам, мінберіме айналды. Үлкен бір площадка берді маған, былай айтқанда. Осы алаш тақырыбын насихаттау. Қоғамға жеткізу құралы. Жақсы, ол өте жақсы ой қазіргі заманда. Жалпы
Ахмет атамыз бойында өнер деп түсініп тұрған тұлға ғой. Ал неге әлемге әндерін өзінің авторлығын толықтай алған жоқсыз? Тек сырттай білеміз. Ахмет Байтұрсынұлы атамыз туралы жазылған түрлі естеліктер бар, деректер бар, мемуарлық, эпистолярлық құжаттарға қарап отыратын болсақ, Ахмет атамыз пианинода ойнаған, домбырада ойнаған, балалайкада ойнаған, сол сияқты түрлі музыкалық аспаптарды жақсы білген. Ахметтің бірнеше әндері, күйлері бар, рас. Бірақ мен енді музыкалық маман болмағаннан кейін оның жаңағы жазылу деңгейі, лейтмотиві дейді, композициясы деген нәрселер бағалай алмаймын. Маман болу, кәсіби тұрғыдан бағалай алмаймын. Бірақ ахаңдар 1937 жылы атылып кеткеннен кейін оның шығармалары халық арасында халық әні, халық шығармасы ретінде тарап кетті. Иә, тарап кеткеннен кейін қазіргі уақытта ахаңның шығармасын өзіне қайтаруымыз керек. Мәселен, Аққұм әні, Екі жирен әні, Қара көз әні, сол сияқты көптеген ол кісінің әндері бар, шығармалар. Бұның барлығын тиесілі авторына қайтаруымыз қажет. Бұл болашақта күн тәртібінде тұрған ең үлкен ахметтану мәселесі. Бұл қайтады түбінде. Музыканттардың негізгі жұмысы болып тұр ма? Әрине, музыкант мамандар, композиторлар, осы өнер саласын зерттеп жүрген зерттеуші мамандар бұған кәсіби тұрғыдан баға беріп, жаңағы мәтініменен текстологиялық тұрғыдан талдап, ахаңа қайтарғаны жөн. Мынандай бір мәселені біз ұмытпауымыз керек. 1923 жылы жарық көрген қазақтың 1000 әні 500 күйі деген Александр Затаевич дайындаған үлкен кітапта Ахмет Байтұрсынұлы көптеген өлеңдерді өз орындап берген болатын. Ахаң тек қана композитор қана емес, кәсіби тұрғыда орындаушы болған. Жалпы қазақ әндерін түсіруге көмектескен, себепкер болған. Жалпы сол кітаптың жазылуына идея берген, фольклорлық, музыкалық мұрамызды хатқа түсіп, кітап болып сақталып қалуына Ахмет Байтұрсынұлының сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Жақсы, енді өзіңіз білеміз, жалпы негізі Байтұрсын атамыздың 150 жылдық мерейтойына келіп отырсыз ғой. Қазір Қазақстандасыз. Жалпы қашан оралу ойыңызда бар? Құдай қаласа елге әрине келеміз ғой, елден күдерімізді ешқашан үзбейміз. Біз сыртта жүрсек те Қазақстанның тәуелсіздігі үшін, Қазақстанның ұлттық мүддесі үшін қызмет атқарамыз. Айтылмаған тарихи деректерді, оқиғаларды жаңаша зерттеп, салыстырмалы зерттеу аясында салғастырып, қарап, анализ жасап, сараптамалық жұмыстарын жалғастыра береміз. Енді біз қазір өзімізді жетілдіру, тұлғалық даму сияқты мәселелерді алғаннан кейін, оның сыртында отбасылық мәселелер болғаннан кейін сырт мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Алдағы уақытта да бірнеше тілді меңгеруге, осы алаш тұлғаларының еңбектерін түпнұсқадан, сол тілде емін еркін, ешқандай қиындықсыз, кедергісіз оқуымыз үшін француз тілін, араб тілін жетік емін еркін меңгеру үшін сол шетелде жүріп жатырмын. Болашақта Еуропаға да бару мүмкін. Енді Қазақстанға бүгін ертең келем деп кесіп айта алмаймын, бірақ түбі оралатыным анық. Түпнұсқада деп қалай араб кириллицасын, араб несін жазылу? Біздің тұлғаларымыз полиглот болды, көп тілді білген. Мәселен, Әлихан Бөкейхан, Жүсіпбек Аймауытұлының тағы басқа тұлғалардың еңбектері француз тілінде жарық көрген. Француз журналдарында, газеттерінде жарық көрген, өздері жазған түпнұсқасы, яғни сол тілде жазған. Сондықтан сол түпнұсқа тілде жазылған еңбекті оқуымыз керек французшадан. Біздің көптеген тұлғаларымыз араб тілін өте кәсіби деңгейде жетік меңгерді. Сондықтан араб тілінде жазылған еңбектері бар бізде. Одан кейін Әлімхан Ермекұлы бастаған тұлғалар итальян тілін білген. Сол сияқты сол тілдердегі еңбектерді біз бүгінгі қолданысымыздағы өзіміздің қазақ тілді әліпбиіне аударып, кәсіби тұрғыдан сараптап, анализ жасап, баға беруіміз қажет. Бұл да кезек күттірмейтін мәселе. Жақсы, Алаш мұраты жолында бар қиындыққа дайынмын, себебі менің жүрегімде алаш рухы, бойымда алаш қаны бар деп бүгін ғана жаздыңыз осыны сториске. Бұны жазуға бір ауыр, жүрегіңізді қинаған нәрселер болған сияқты ма, әлде қалай? Қазақстанда қиын болып жатыр ма? Ол былай ғой, алаш тақырыбын зерттеу үлкен күш қайратты, ерік жігерді талап етеді. Бұл жерде адам психологиялық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан өте мықты болу керек. Тұлғалардың өмірі өте қиын, тағдырлары ауыр,
бірінің үстінен бірі жазылған, әсіресе мынау 30-шы 37-ші жылдардағы доностар, құжаттар өте қиын, жаныңды ауыртады. Кейінгі уақытта архивтен табылып жатқан дүниелер сондай бір мақсатта, архивте құжаттар табылған кезде көңіл күй түскен сәтте бір жазылған сөз болса керекті. Сондықтан оны бүгінгі қоғаммен байланыстыра алмаймын. Ол сол бір зерттеу барысында бір болған бір жүрекке түскен бір қыжыл. Жақсы, енді сіз де сезімнің адамы сияқтысыз. Осы биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығына ұлтұстазы фильмі шықты. Көрдік бәріміз, керемет ұнады. Бірнеше рет тіпті қарап шықтық. Сұхбатта болдық ол кісілермен арнайы. Осы фильмді көрдіңіз бе? Көріп шықтым. Біздің ұлттық тұлғаларымыздың образдарын сомдауға қосылған үлкен үлес деп санаймын. Ұлттық кино қоржынымызға қосылған табыс, алаш тұлғаларының өмір жолын, өнегесін, тағдырын, күрескерлігін, қайраткерлігін, ұлт жолында шахид кеткен, келте қайырған ғұмырларын сәтті, мағыналы ашып көрсеткен. Біздің жазған еңбектерімізді көп адам оқи қоймас, ал фильм деген адамның жүрегіне тез жетеді. Бұл 6 бөлімдік серия Ахмет Байтұрсынның өмірінің негізгі сәттері, оның кім болғаны, қазақ үшін не істегені, болашақ қазақ ұрпағы оны қалай бағалау керек деген сияқты сауалдарға жауапты сол фильмден таба аламыз. Ол фильмде Ахмет Байтұрсынның және оның замандас сенімді серіктері болған, достары болған, қарулас, майдандас азаматтарының өмірі, тағылымы, өнегесі өте әдемі ашылған. Ақиқатқа барынша сай келеді ғой. Енді ол көркем фильм ғой, көркем фильмнен тарихи аспект, негіз, факт іздеп қажет емес. Көркем фильм ол көркем шығарма, сондықтан көркем шығармадан тарих іздеп қажет жоқ деп санаймын. Бұндай фильмдер түсіріле беру керек. Жұрттың бәрі бізде академиялық деңгейдегі адам емес, ғалым емес, қарапайым оқырман бар, әртүрлі деңгей біздің қоғамда бүгін. Сондықтан сол аудиторияға еңбек ететін, аудиторияның дүниетанымын кеңейтетін, алашқа деген махаббатын еселейтін кино деп қана қараймыз басым. Бірақ дегенінде режиссер бар, 40-50 шақты алаштанушының еңбегімен танысып өтіп, солар сценарий құрастырған. Оның ішінде мен Мұрат Есжанды да, фильмнің продюсер болған Айсәуле ханымды да, сценарийін жазған Ұларбек Нұрғалымды да, фильмнің ғылыми редактор болған Ұшқын Сейдірахманұлын да өте жақын танимын. Ұшқын Сейдірахманұлы менің жақын досым, алаштанушы ғалым. Ол жігіт ол кітаптардың барлығын қарастырған. Фильмнің барысында академик Кеңес Нұрпейісовтен бастап жас ғалым Данияр Ихсанға дейінгі аралықта 40-қа жуық ғалымның еңбегі қарастырылған болатын. Және ол фильмде Ербол Тілешев, Дихан Қамзабекұлы бастаған үлкен алаштанушы ғалымдардың, ахметтанушылардың пікірлері, тұжырымдары да біздің аудитория үшін әрине қажетті, өте мағыналы фильм. Ал көркем фильммен шынайы тарихты іздеп қажеті жоқ. Осы фильмнен еске түседі, бас кейіпкер атамыздың рөлін ойнаған кісі, Байғали Есенәлиев ағамыз айтады, жалпы енді ол кісі өзі де өте дарынды кісі ғой, әншілігі бар, актерлігі бар, өзі де өлең жазады. Қазір тіпті Ахмет менің өмірім дейді да ол кісі. Сонда өзінің кейіпкеріне соншалықты ғашық болғаны, Ахмет атамыздың тек қана ғалым ретінде емес, адам ретінде өте бір не болғаны, адамның жүрегіне таба білген тұлға болған. Кейіпкерді сомдаған адам кейіпкер қаһарманына айналып жатса, кейіпкер қаһарман оның өміріне айналып жатса, бұл қуанышты жағдай. Әрине, Ахан сияқты тұлғаны сомдау өте қиын. Ол Байғали Есенәлиевке ол жеңіл түсті деп ойламаймын. Ол бұл жолда өте қиналуы мүмкін. Ішкі сырларын айта алмайды. Ал актер болғаннан кейін персонаждың конфликт мәселесі, оның мінезі, құлқын, сәтін, парасат, пайымын, тіпті Ахан деген ол глыба үлкен, глыбалық тұлға. Оның мінезін беру өте қиын. Сондықтан бұл жерде актер шеберлікке болған фильмнен түсінгенбіз, жұмсақ болған кісі. Әрине, Ахан парасатты адам, бірақ оның Ахан туралы бір ауыз сөз жазудың өте өзі қиын. Бізде қазір сол зерттеп жүрген тұлғаларымыз сияқты еліктеп, солар сияқты болуға, сол кумирімізға, былай айтқанда лидерімізге ұқсауға тырысамыз.
Абай атам да айтады ғой, болмасаң да ұқсап бақ деп. Сол сияқты болмасақ та ұқсап бағуға тырыссақ, сол фильмді көрген әрбір көрермен сол Байғалидың сомдаған ахаңы сияқты болуға ұмтылса, онда ол қуаныш, жақсылық. Даже енді фильмді көрсе сол арқылы қабылдайды. Әрине. Жалпы Ахмет атамыздың бір өкінішті жайы мәдениет тарихы жайы. Сол бір ең болғанда лекциялары сақталмаған мәселе. Ахаңның көптеген қолжазбалы еңбектері жоғалып кетті ғой. Соның ішінде ең құнды еңбегі саналатын осы мәдениет тарихы. Мәдениет тарихының қандай форматта жазылған, қалай жазылған білмеймін, өз басым хабарым жоқ. Бұл туралы бірде-бір дерек жоқ. Сондықтан мәдениет тарихы қолжазба күйінде жоғалды ма, әлде кітап болып басылып шығып жоғалды ма, ол туралы кесіп айту өте қиын. Бірақ болашақта табылып қалады деген біздің ұстазымыз Айгүл Смақова апайдың бір сөзі бар, үміті бар. Енді сол үміт ақиқатқа айналғанын көргіміз келеді. Шын мәнінде табылып жатса бәріміз үшін үлкен қуаныш, алаштан ғылым үшін үлкен жаңалық болады еді. Үлкен алғыс сізге, енді болашақта да сізбен сұхбат болады деген үміттеміз. Қайым Мұхамедхановтың мындай бір сөзі бар екен: алдағы уақытта Ахмет Байтұрсыновтың атын Алталаштың бар қазақтың баласы ғана емес, алдыңғы қатарлы адам баласы білетін болады. Сол заманға жақындап келдік. Ол заманға ахаңды қазір тек қана Қазақстан ғана емес, алыс жақын түркі тілдес халықтар, Түркия, Еуропа, Америка, Жапония, Корея сияқты мемлекеттерде ахаңды зерттеп, өздерінің үлкен тұлғалары ретінде қарап жатқан, қоғамды сүйсінтетін, көңіл көтеретін жақсы жаңалықтар бар. Сондықтан Ахмет тек қана қазақтың ғана емес, Алталашқа ортақ үлкен тарихи тұлға, мақтанышымыз, ортақ ой қазынамыз. Сондықтан ахаңның сөзі, ахаңның аманаты, мұрасы ғасырдан ғасырға аман есен халқының ұлттық деңгейінің өсуіне, дүниетанымының кеңеюіне шынайы, ақысыз, пұлсыз қызмет ете беретін болады. Мен соған анық сенемін. Сондықтан бұл жолда біз ертең үшін еңбек етуіміз керек. Болашақ қазақ баласының танымын, көзқарасын, ұлтшылдығын, отанға адал еңбек ететін азамат болып өсуіне еңбек етуіміз керек. Бұл біздің алдымызда тұрған үлкен міндет. Сондықтан бұл жолдан артқа қарай шегінуге болмайды. Өзім солай түсінемін. Жақсы айтқаныңыз келсін, қанатыңыз талмасын. Қазақ жастарының осындай болғаны баршамызға да, елімізге де үлкен қуаныш. Енді біз қасиетті мекен, адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана демекші, кітапхана оқырмандарына бір жылы лебізіңізді, әлде кітапты қанша дегенмен парақ кітаптың орны бөлек қой. Соған бір неңізді айтып өтсеңіз, жылы лебізіңізді айтып өтсеңіз, сонымен аяқтасақ сұхбатты. Құрметті кітапхана оқырмандары, достар, кітаппен өмір сүрейік, кітап ақылшы дос, кітап біздің жол бағдарымыз, кітап бізді ақ жолымыздан адастырмас темір қазығымыз, бағыт бағларымыз, жол басшымыз. Дүниеде жылайтын және киесі ауыр бір нәрсе болатын болса, ол кітап. Кітап ашылмағандық үшін, беті парақталмаған үшін жылайды екен. Сондықтан кітап жыламасын, кітапты жылатпайық. Дүниеде адамнан бірінші сөз түскен, сөз қасиетті. Кітап қасиетке саналады. Қасиет киемізді бағалайық, білейік, танайық. Біз де сол кітаптың арқасында адам болдық, азамат болдық. Кітапхананың оқырмандары көп болсын. Әрбір кітап оқырманның қолында тоссын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Кітапханашылар, Парасат үйінің шырақшылары, қазаққа адал қызмет етіп жүрген кітапханашы жандардың отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Осы қалалық кітапхананың оқырмандарына, барша қауымына жақсылық тілеймін.